Астана тұрғыны Зәуре Сағидолдинаны полицейлер өзі тұратын үйінің маңында тоқтатқан, ұстаған жерінде тұрғанына 2 сағаттан асқанын айтады. Мен Назарбаев қаласында тұрғым келмейді. Сол үшін мен акиматқа барайын дегем, айтайын дегем, өз немді, наразылығымды. Ана үй менікі, бері қарай келе жатқанда мына жерден тоқтатты. Мен өзімді білдім, мен ылғи бұларды за километр я их чувствую. Ұстау себебі ретінде полицейлер қолындағы қаулыны көрсетті. Құжатта Сағидолдина елде тыйым салынған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысына қатысты қылмыстық іске куәгер ретінде шақырылғаны жазылған, бірақ полиция нақты қай іс екенін айтпады. Сіздің құқығыңызды ешкім бұзып жатқан жоқ. Бұзып жатсыңдар. Міне қараңыз, сіз айтасыз, маған ұнамайды, Назарбаев деген қаланың аты ұнамайды дейсіз. Ұнамайды. Заң тыңдайтын азаматым дейсіз. Бірақ та өзіңіз заңға қарсы болып тұрсыз. Сізге келіп тұрмын, полиция қызметкерлері тұр, формамен, патрульдер. Тәртіп сақшыларының әрекетін заңсыз деген Зәуре Сағидолдина полиция департаментіне өз еркімен барудан бас тартты. Белсендіні көндіре алмаған полиция оны көлікке күштеп отырғызды. Дәл осы сәтте Астана әкімдігінің алдында да полицейлер белсенділерді жаппай ұстаған. Автобусқа тиеп әкеткен ондаған адамның арасында қала атауын Нұр-Сұлтан деп өзгертуге қарсы шыққандар да болды. Бұл таңғы сағат 11-лер шамасындағы көрініс еді. Арада бірнеше сағат өтсе де мереке алаңынан полиция тараған жоқ. Әкімдік маңын арнайы автобустар мен қызметтік көлік мінген арнайы жасақ күзетіп тұрды. Кеше ғана астаналық болған қала тұрғындарынан биылғы наурызда Нұр-Сұлтандық деген жаңа мәртебемен қарсы алу қандай деп сұраған едік. Я не согласна категорически с тем, чтобы Астану переименовывали в Нур-Султан. Астана это раскрученный бренд. Город Астана деп бәрі вообще непривычно. Хотя бы могли бы добавить просто Нур-Астана деп. Это вот хорошо звучит, Нур-Астана. Ну, Нур-Султан. Не знаю, но пока не привык еще. Өздері біледі ғой, бізге бәрібір ғой. Не болса да аман болайық дегеніміз ғой. Енді Нұр-Астана болсын, Нұр болсын. Халық қалай дейді, солай болады ғой енді. Енді бұрынғысы жақсы, енді мына кісінің еңбегі сіңді ғой. Ал Астананың Экспо алаңында дүбірлі думан. Мерекелік шараға Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бірге келді. Жұртшылықты наурыз мейрамымен құттықтаған Назарбаев жиналғандарға бата берді. Астанада нақты қанша адамның ұсталғаны белгісіз. Әлеуметтік желіде 20 шақты тұрғынды әкетті деп айтылып жатыр. Астана полициясы мен Ішкі істер министрлігінен ақпарат алуға тырыстық, бірақ баспасөз қызметі өкілдерімен байланыса алмадық. 20 наурызда Қазақстан халқына ант беріп президент қызметіне кіріскен Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет астанасына елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беруді ұсынды, және облыс орталығындағы негізгі көшелерге Назарбаев атын беру керек деді. Бірнеше сағаттан соң парламент Астана атауын Нұр-Сұлтан деп өзгерту туралы заң жобасын қабылдаған. Тоқаев ұсынысын Астана қалалық мәслихаты да қолдаған. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан